Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен мынадай дайындалуы тиіс кешкі астың рецептімен бөлісемін. Алдымен тазартылған, жуылған картопты мынадай түрде тураймыз. Екіге бөлеміз ортасынан. Енді бұл жартысын үшке бөлеміз. Мынадай түрде. Барлық ашылған картоптарды осылай турап шығамыз. Мен картоптарды турап қойдым барлығын. Егер картоп үлкен болып жатса, онда оның жартысын 4-5 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қалыңдығы тіпті қалың болмау керек. Енді бұған тұз саламыз. Бұрыш саламыз. Кішкене бұрыш. Және мен мынадай бірнеше шөптен құралған переправа саламын. Сіздерде өздеріңізге ұнайтын шөптерден салсаңыздар болады. Енді шемішкен майын құямыз. Барлығын араластырамыз. Енді дайын болған картопты пешке салатын ыдыстың үстіне қағаз жайып, мынадай түрде жайып саламыз. Енді пешке 1 сағатқа қойып қоямыз. Етін дайындаймыз. Тартылған еттің үстіне бір жуаны, кейбір жақтарда бұны сарымсақ деп айтады, немесе пиязды ұсақтап тураймыз. Ұсақтап турап, еттің үстіне саламыз. Енді міне пиязымызды турап салып қойдық. Енді бұның үстіне үккіштен өткізілген чеснок саламыз. Бір чеснок. Тұз саламыз. Бұрыш саламыз. Жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді пешке салатын ыдыстың ішіне тағы да қағаз жаямыз. Кішкене етімізді алып, былай жасаймыз. Мынадай. Осындай ұзындықта тізіп қоямыз барлығын. Кішкене алып, былай жасаймыз. Осылай барлығын тізіп шығамыз. Енді мұны пешке қойып 40 минут пісіріп аламыз. Міне кешкі ас дайын. Бұл кешкі асты түрлі соустармен ұсынсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.